Кезекті шығарылым. Маргоның орнында Асқар деген жігіт бар. Асқар деген досымыз, бауырымыз. Өкінішке қарай сәл кешігіп келе жатыр. Бірақ бұл оттегі Гала досым айтпақшы. Ешқандай телевизионный проект емес, ешқандай шекара жоқ. Сондықтан ортасынан қозғалады. Бүгін бізде қонақ Five Guys Ату құрамасы, енді сіздер білесіздер ғой. Трендтің төрінде. Әрқашан. Олар енді. Тараз қаласының құрметті азаматы. Автобуста тегін жүрген тараздық екенбіз. Бүгін барлығымыз тараздық. Сақзаводтың жігіті, Залинидің жігіті, Кированың жігіті, мен микрорайон жігіті. Балконда өскен. Тек қана тараздықтар. Неге микрорайон, неге балкон деп отырсың жаңадан? Бақтияр Артаев қана жетіспей тұрған. Батека екенін шақырсақ. Батека бар. Неге? Сейді Ахмет бар, Бейсбай. Неге микрорайонда балкон деп отырсың? Сосын Жамбыл Жабаев. Кировада да домдары бар, Залиниде да домдары бар. Сақзаводта да домдар бар. Енді сән тискім кеп тұрған ғой. Микрорайон балалары. Таразки ғой жаңа тискім кеп тұр да, бауырымса. Историялар бүгін сондай болма, төбелес жайында құтқарып қойған. Жалпы адам оттегі. Негіз сондай. Жеке біздің басты осы тақырып аясында әңгіме айтатын боламыз. Өміріңде өзінің септігін тигізген, көмектескен, тіпті құтқарып қалған сондай бір сәттер бар. Айтылмай кеткен геройлар. Жалпы ол тақырыпты қозғамай тұрып не жаңалық болып жатыр? Соны айта кетші. Қалайсың? Қалай? Жаңалық. Бір минут кеші жандай. Кеші бір минут. Сен бана Асқарды күшті алып шықтың да, кешігіп жатыр деп өте жауапсыз қарап, кешігіп жатыр дегенді айту керек қой енді көрмеген. Оны жалға сөз айтпаса? Мал да просто. Оның несін жасырамыз. Сөйтіп уақытылы келу керек та, адам 2-ке шақырмай 3-те, сағат 3-те 25 минуттан кейін келемін деген, ол менің ойымша ол таза малство. Басқа ештеңе жоқ. Құрдасы, досы, командасы айтуға жарасады. Інім ғой, қайдағы досы. Еще Гал ақтап отқанша жаймен. Қорқып Вообще ақтауға келмейтін адам ғой. Жағасы мінезін Ату білемін. құрамасы. Бәрін бездіреді командасын. Сен капитансың ба, брат? Жоқ, бізде Ғани деген біздің Шымкенттің сақалды жігіт. Казахский Азамат Мұсағалиев. Нағыз капитан ол. Менде бір сұрақ. Мысалы, сендер Мага, Бага, үшеуің байгайсыз. Жігіттер сыныптас, басқа да сериалдар түсіреді. Ғани неге сол бір... Ғани Шымкентте ғой. Азартник дейтін топовый. Тоже трендте. Олар трендте түспейді. Миллиондап. Шымкентте тұрады, е? Шымкентте тұрады. Өзінің кәсібі бар, әйел бала шағасы. Ең байы арамыздағы Ғани ғой негізі. Мебельный заводы бар, мебельный магазины бар, әйелі бар, баласы бар, көлігі бар, 2 үйі бар. Жүрегінде өшпес иманы бар. Капитан болатындай. Капитан болатындай, сыйлайтындай. Сондай жаңалықтар. Жаңалық бізде киноға кіріп жатырмыз. Сіздердің жолдарыңызбен. Басқан қадамдарыңызды аңдып, қай жерде шалыспаса екен сол жерге баспайық деп. Аты болып па? Байгайс болып. Сол киноға енді кірісіп жатырық біз, сценарийді реттеп. Кім айтты? Біреу айтты ғой, жалғас келеді деген кезде. Жалғасының историялары өте масқара. Самат қой, Самат. Самат айтты болмай. Самат бір-екі историяңды біледі ой, осы подкастты талқылаған кезде. Адам оттегі келмейді-ау. Иә, ол Саматпен кезінде қыдырдық қой біз жас күнімізде. Жалпы осы оттегі фильмінің режиссері Самат сырт көзге керемет жігіт болып көрінгенмен жалпы оқиғалар өте қызық. Оқиғалар қызық болғанға айтыла ма? Ол айтылмайды. Бар ма? Оны түнгі арнадан көрсету керек ол оқиғаларды. Қиын ба плюс? Подпискамен ба? Иә, подпискамен. 18 плюс. Или Netflix'тен беру керек сразу. Мен құтқарып қалған 1-2 досымда. Соны айтып берейін. Мен жалпы Мұқағали Мақатаев сияқты қасиетім бар. Кейде адамдардың атын әріппен жасыратыным. М деген досым бар менің. Мға ғашықпын деген сияқты. М деген досым бар. Сол кісі баяғыда... Мага ма? Шыдамсыз болса. Бұрын енді балалық қой енді біздікі де ол кезде. Жас күнімізде кінәлауға болмайды былай қараса. Бір рет, короче, екеуміз мегада жүріп, мен тамақ жеуге кеттім да, ол астына қалып кеткен. Илеше нан айтпай қойықшы. Да? Иә, ол ренжіп қалатын сияқты.
Біз галада айтқысы келді деп ойланып қойған негізі тоже. Соны айтпай ақ қояйық, Мен айта аламын өзімдік. Жоқ, мен өзім болсам мейлі айта беретін өзім туралы ше. Біреуді айтпай ақ қояйын. Басқа оқиғалар. Негізі ғой. Аты жасырын емес па? Ма? Онда С деп ұра берсең. Ол да дұрыс шығар. Біреуді Пропаганда болып айыбын кетіп. ашып ше. Өзім біртүрлі болып қалдым, айтамын. Оразам ашылып кетті. Так, басқа оқиғалар. Асқар бауырым хабарласып отқан сияқты. Да, жауапсыз Асқар. Алло. Негізінде міне. Кел. Марго, рахмет. Мен Тез кеттім. грим жасап жіберсін да. Грим керек па, брат? Пока грим. Керек деп айтуға ұялып тұр ғой. Гримға бет жақты. Керек болса да жоқ деп тұрсың. Ассалаумағалейкум. Амансың. 3,5. 3,5. Кеше 4-ке ауыстырайын деген ғой. 1,5 сағат кешігіп. Нема Асқар. Ал, болмаған. Я, содан кейін Бөліп тастайықшы до конца. Қош келдің. Қайсы камера мынау ғой, Адам-адамға оттегі подкасты. Оттегі подкаст, адам-адамға оттегі слоган. Өмірімізде кездескен жақсы адамдар жайлы, мини-геройлар жайлы. Сол фильм түсіргенбіз ғой. Оттегі деген Алла қаласа 11 сәуір Қазақстан кинотеатрларын көрсетеді. Соның аясында жүріп жатқан маркетингтің бір бөлігі. Осы подкаст. Дәстүрді әдемі ашып бердіңдер. Дәстүрде әдемі ашып бердіңдер ғой медичан екеуін. Ырымдап сені шақырғанбыз ғой. Бауыр. Менде бір оқиға есіме түсті. Айта. Студент кезінде, бірінші курс кезімізде бір қатты жан дос болғанда бір көрістік та, бір адаммен көрсесінде өзін ыстық тартып кетеді ғой. Сондай адам бір дос болып кеттім да. Екеуміз күшті доспыз. Мен общагада тұрам, ол Қаскелеңде тұрады. Барып келіп жүреді. И ол постоянно, короче, ол андай ойы андай общагада жағдайы жоқтар, қарны ашып жүреді деп маған сондай көзбен қарайды постоянно ше ана. Сәл аяушылық. Негізі сондай болды. Кейде мант әкеліп береді, в общем ше. Мен де аферистім деп алып ше. Сонымен оның қызы, ол бір қызға ғашық болады. Ол қыз біздің общагада тұрады. Мен ол қызды танимын. Ол қызға да сөйтіп қараймын екен? Білмеймін. Ол қыз енді ол қыз ол менің досыма артық етті. Өйткені анау қыз қатты әдемі. Өзіне де айтатын. Сөйтеміз да ол қызбен бір-екі рет сөйлеседі, сөйтіп сөз салатын болады. Ол 2014-тің кезі сөз салу дейтін тема кәдімгі хит кезі ғой андай. Свечадан жүрек жасап сөйтеміз да Сайранда оқимыз. Сөйтіп ақша керек дейді, короче. Мен бүгін сөз салам. Менде 10 мың теңге бар дедім, или 5 мың ба білмеймін. Ақша керек болды. Сөйтеміз да екеуміз дәл универдің алдында тұрамыз да осылайынан. Танимыз ау деген адамнан 100 теңге 200 теңге сұрай береміз ғой, бере тұршы. Бере тұршы, қорқытып алмайсың, просто бере тұршы. Кім қорқады бізден? Бере тұршы ғой, чисто бере тұршы, брат, пожалуйста. Типа қарғаймын деп қорқытпайсыз ба? Тек андай қайтарам деген немен. Сөйтіп ақша аламыз кәдімгідей жинап, сосын в общем роза, мишка и свеча. Классика, иә. Сондай алатын болдық. Алдық, короче, сөйтіп общагаға барамыз кешкісін. Общаганың артында свеча жасаймыз осылайынан. Ол жігіт кейін келді күлімен, аюмен. Общагада гитара тартатын жігіт бар еді, оны шақырып алдық. Ой, анау әнді білесің бе, бір көргеннен ғашық. Предложениядан кем болып отқан жоқ, негізі. Просто сөз салудың өзі бір романтикасы. Сөйтеміз да, анау қыз как раз 2 қызбен тұрады. Сол қызды алып келе жатыр, біз дайын тұрып, анау жігіт былайынан свечаның үстінде тұр, былай аюмен. Енді ол күшті көрініп тұр сол уақытта. Қыздың көзін жұмып келе жатыр дейді. Қыз хотя біліп келе жатыр бәрін же. И көзін ашады, қыз жылайды, короче, деп. Екеуі я дейді, короче, қыз сөйледі. Ойбай, Я дейді. Просто қызы олға. Я дейді, жігіт бақытты. Сөйтеміз де жігітті коменданттан сұрап жүріп, общагаға қонатын қылып сұрап аламыз. Қуанышы сыймай тұр ғой бойына. Сөйтіп біздің общагада қонады, короче, түнде кетіп қалады, сөйтіп. Азанда екеуміз маған звондайды, кеттік сабаққа деп. Барасақ, настроение жоқ. Не болды деймін ғой. Сөйтсем, комнатасында шеше 2 ай отыр ғой, сондай дейді ғой. Соны оказывается, оған дейін де жігіттер сөз саған екен де болған. Яны сұрап қоймай қойған, аю кімдікі, менікі, вот осындай берген, андай. Я оказывается, ол сөйтсе қыз бәрімен сөйлесе береді екен.
Енді менің осы жердегі оттегілік қасиетім Әне. от салдым араларына. Не қыласың ол қызды деп ше. Оттегі деген осындай ма? Жоқ, сен оны қызға қимадың. Иә, ал зато қазір ол досымның кереметтей әйелі бар, бала шағасы бар, бақытты. Ол қыз қайырлы болмайды деп ойладың ба сен? Ол қыз Жүріс-тұрысына қарап. Ол қыз Сен провокационный сұрақтар қояды екенсің. Енді дұрысқа ашу керек қыз. жылқышыбай сияқтысың. Ол қыз қазір Дубайда тұрады десең. Дубайда жүр ма? Бағадан мишкамен айналысатын болса просто. Прикинь. Мишка жинап Әлі үш мишка сатып отыр. Асқар, сенде бар ма? Так, иә, мен енді түсініп отырмын. Всем ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Ренжімеңіздер, кішкене кешіп келдім. Оттегі андай жаның біреуге көмектесіп, либо біреуге көмектесіп қалған кездер болатын ғой, болады ондай. Ой, ондай көп қой. Қайсы бірін айта берейін, ол өздерің айта бермес. Комментарий айта бермес. Мәзі отырып жүрсің. Жоқ, андай кездер болатын бұрын. Исік білесіздер ғой, Исік ауылы. Иә, Алматы қаласы. Исік қаласы. Сол жақта оқығам ғой. И классымызда бір баланың машинасы болады. Андай прям күшті машина емес енді. Но машинасы болады. Ол кезге иә күшті машина, зор машина. Сабақтан кейін, сабақтан шығамыз, үйге барып киініп, шай тамақ ішіп шығасың ғой, сабақтан кейін, түстен кейін. Сөйтіп машинасымен всегда айналып жүретінбіз ғой. Иті қаланың ішінде емес, андай қуыс-қуыс жерлермен ше. Сөйтіп балдардың аласында алдыға таласу деген бар ғой. Иә, әлі күнге дейін бар. Әлі күнге дейін бар ғой, бір-біріңді өлтіріп қояйын деп ше. И менің кезегім келеді бұл жолы, типа алдыға отыратын ше. Машинаң күнделікті ауысып отырамыз, короче. Мен кезегім келіп тұр, күшті, мен музыка қосып отырамын, ау күшті ұрандай ше. Давай деп, мен сол бала жазып отыр. Ауқысты қайтады. Сөйтіп алдына отыратын кезегім, и бір кезде 6 бала ғой. Водитель 4 бала артында отырады, и біреу алдында отырады. Сөйтеміз да, мен алдына отырайын десем, біреу қоймайды, короче. Бүгін мен отырайын. Ерекске дейін барамыз ғой, андай ше. Төбелесіп қалуға дейін барып тұрмын ғой, жаным ше. Сөйтіп тұрамын да, жарет отырсаң, отыршы деймін ғой. И бір кезде отырды, музыка қосып күшті келеді. Бір кезде машина қатты айдап барып соғылады ғой талға ше. И ана алдында отқан балаң түсініп қалады ғой, короче. И сол жерде менің андай оның маған деген оттегісі андай жаман жағынан болса да мені күшті құтқарып тұр да. Сондай күшті оқиғалар болған енді. Мен бірінші рет аварияны күліп айтып отқан адам. Жоқ, андай соған рахмет айтып отыр. Жоқ, прям қатты емес енді андай болады ғой. Андай кездер болады ғой. Жай соғыласың, бірақ ремельсіз отыр, бар лавойға шапталып қалады ше, сондай енді. Күшті. Ол енді ол сенің көмектескен жоқ, ол білмейсіз деді ғой. Вообще оттегілік емес қой. Неге? Бұл жатпайды. Бұл әшейін анау Пәтуа берші. санасыздық, орынға таласу. Жабайылық. Ешқандай оттегілік жаңағындай бір адамға көмектесіп қалу. Жоқ, ол маған көмектескен жоқ, ол өзін ойлап отыр. Сендердікі санасыздық Асқар. Ол жерде машина мен не үшін оған рахмет айттым. Ремен тақпағандарың. Бұл жерде әңгіменің бәрі машинаны алып кетуден басталып тұр ғой. Иә. Өзі. Қай сынып примерно? 8-9. Право жоқ. Алдарына кішкентай бөпе шығып қалса ше. Негізі дұрыс. Сен соны мәз болып айтып отырсың. Жаңа күшті қандай? Мен емес та олың түсініп қалды. Досың ғой, түсін сасынсын. Жарасады дос. Сынық түс досқа күшті жарасады. Әлі айтасың да просто. Алдына отырасың ба деп. Прикол сайсың. Сізде бар ма тағы да история? Ой, история көп қой. Бірге отыра берсе. Иә, история көп. Сериалда отқан сияқтымын, байгайсың сериал. Баянда не бар еді? Трамвай бар еді ғой. Иә. Алматыда? Қазір трамвайдың өзі болмағанымен жолдар әлі де бар. Төле бидің бойында. Иә, или Алпысад ма? Алпысад отырады ғой. Алпысад. Жоқ, трамвай емес екен, автобус екен. Мен бүкіл оқиға магамен болған почему-то. Сөйтіп автобуста келе жатырық, ол кезде кондукторлар бар еді ғой. Сөйтемде менде ақша жоқ, магада бар. Мага кепсиде жұмыс істейді ол кезде. Магаға айтам, мага мен үшін төлейсіз. Кондуктор келе жатыр, короче.
ақша алатын еді төлесайшы дейміз ана арбиян специально күнін магаға түсіп қалды где-то әдейі айтады ғой кондуктордың көзі не ақшаң жоқ па не істеп жүрсің ол кезде қанша теңге 60-80 теңге 80 теңге ғой ме 60 теңге ма сондай еді ғой не істеп жүрсің жұмыс істемейсің ба қаңғып жүре бересің ана деп жатыр мен күліп жатыр өзі ше мен біліп тұрмын енді айсын ойнап айтып жатыр кондуктор жігіт андай намысшыл жігіт екен да кәдімгі қазақ деп қалған серьезно қабылдадым серьезно бауырым деді вообще магаға иә бауырым бұл сенің досың ғой неге ел жұрттың өзінше оны масқаралап тұрсың бауырым төлемей ақ қой деді ол маған сол кезде кондуктор мен де ана жерде кәдімгідей енді ана жігітті поддерживать етуім керек та қалай иә қалай болса да ойнадым сол кезде ол жігіт маған оттегі болған міне оттегіден осындай болды ол қашан болды кеше 2014-те 14-те ма кеше автобус төлей аламын мен кеше автобус төлей аламын ыңғайсыз ситуациядан шығарып оттегі болып тұр ғой кондуктор иә андай ғой обязательно күлкілі болу керек деген еще мынандай болған ғой оттегі деген сондай ішкен жылулық қандай бір бірімізді тыңдамау ше оттегі тағы бір есіме түсті ғой жалғасы кетті тура сол мен мага дархан дейтін үшеуміз түнде бір жақтан қайтып келе жатырмық студенттік кезде көк тиын жоқ қалтада ана дархан дейтін жігіттің сәл аяғы ауырады көп жүрсе ол айтты короче бір башпай попросить етемін короче деді ғой артық ұстаймыз да короче попутка айтады да братан ана жерге жеткізіп тасташы деп бір машинаны айтады екі машинаны айтады тоқта үшіншісін айтады братан осындай ақшамыз жоқ еді студент едік общаганы жетіп алсақ болады иә жігіттер отырыңдар дейді отырып қой короче айдап келе жатыр төле бидің бойында есімде тастақтан өтіп бара жатырмық мен міне деп әңгімесін бастап келе жатыр мен студенттік кезімде міне осы жерлерде жұмыс істегенмін мына жерде гүл сатқанмын мына жерде бүйткен жаймен нарастающий болып келе жатыр әңгімесі жалпы адам баласы өйтіп біреуден ақшасы жоқ болса өйтіп сұрамау керек негізі жігіттер ақшаларың жоқ па жаяу жүру керек қой деп машинаға мінгенімізге өкіндіріп жібереді ғой алып кетуін алып кетті иә алып кетуін алып кетті да жеткенімізше таксиміз желкемізден шықты ғой осы мына жер оттегілігі қай жерде қазір шығарамын қатты машинаны айдады азот қой оттегі деген деп құтылып кете берсін сол сөздер өтіп кетіп осындай осындай жетістікке жеттім деп ол үшін емес әңгімеге жалғастырайын иә жәке адам алып кету дегенге байланысты ғой соған шақырғанбыз ғой негізі кішкентай кезінде не көрсең андай типа соны істейсің деген ғой бұрын біз исыкта ғой сол исыктан Талғарға бару керек болды мама екеуміз ол кезде бір ақша бір көп емес андай қазір де көп емес шүкір сөйтіп Талғарға бару керек болды Талғарға трассасына өту үшін былай біздің үйден әрі қарай өту үшін 1,5 километр 2 километр жаяу барасың ше либо былай баруға болады ол кезде қымбат шығып кетеді 100 метр десе былай былай қарайды тоже андай таксимен баруға болады ше қымбат шығып кетеді сөйтіп тұрамыз да лучше давай былай полямен первый өте салайық 1,5 километр ма такси ұстайсамыз барасамыз деп сөйтіп барамыз 1,5 километр жүріп барамыз бір кезде жай жаңбыр басталады жаздың кезі ғой сөйтіп өтіп бардық 1,5 километр бүйтіп жаңбыр жауып бастады такси тоқтамайды ғой сондай кезде бүйтіп такси тоқтатып жатыр өтіп кетеді тоқтатамыз бір кезде орыс кісі келіп тоқтайды BMW X5 ол кезде BMW X5 деген анау деген топовый машина ғой қазірде топовый ма жылына қарай ғой енді старый осы тоқтайды Талғар 300 садись ақша қызық болып тұрған жоқ ана кісіге ше жаңбырдың астында біздің тұрғанымызға жаны ашып бізді отырғызып тұр ғой сол кезде сөйтіп 300 дейміз отыр дейді орысша сөйлеп жатыр я вас отвезу бесплатно бір бәле деп күшті әңгімелер айтып жатыр мама бір бәле күшті сөйлесіп жатыр мамамен мен түсініп отқан жоқ сөйтіп бардық Талғарға әңгімесін айтып мамамен күшті андай өйтіп суықта жүрмеңіздер ауырып қаласыздар деп апарып бесплатно апарып тастаған сол кезде мен қазір
Искқа қайтатын болсам либо Талғарға қайтатын болсам обязательно обязательно үлкен тәтелер ағалар тұрса мінгізіп алып тегін апарып тастаймын қазір. Содан қалып кеткен күшті оттегі болып. Бұл оттегі емес. Бұл уже бұл рия. Бұл рия. Жасылығың жасаған міндетсін отсын деші. Жоқ, негізі айтпайды. Жоқ, Марат, өте күшті история. Негізі шынымен бала кезде бір ағалар болады ғой, көмектескен, болмаса үйге қонақ болып келгенде бір ақша беретін. Қалып кетеді есің. Есіңде ерекше қалып кетеді, ерекше жақсы көріп қалып кетесің. Әпке туралы әпкелерің бар ма? Жоқ. Мен әпкем бар, мен екеуміз. Менде де сондай. Негізі әпке деген бір үйге ерекше қарайды. Мысалы, жалпы қыз баласы үйге ерекше ыстық болады, байқайсыздар ма? Сестренка бар, иә. Мысалы, біз кішкене лағып кетеміз ғой. Сыртқа шыққаннан кейін папа мамаға хабарласып тұру бір жиілеп кетеді. Ал қыз баласы ол үйге ерекше не істеп тұрады. Оттегі болып тұрады. Мен әпкем андай еді, бұрын кішкентай күнде қатты көшеге шығып өйтіп ойнамайтын да, чисто үйде. Мен көшеге шығып ойнап кете беретін. Кейде өзі ішіп сама, мені шығармай қоятын үйден ше. Короче, ана үйдің есігі, главный есігі ауылда мынандай ше дейтін ше. Қатты да, ана мен күшім жетпейді ашуға. Сестрам күш жетеді почему-то, хотя мен 2 жас үлкен. Короче, іліп қояды былайынан ше, шықпайсың, төсек жина дейді. Үйде екеуміз ақ қой, мама, папа базарға жұмысқа кетіп қалады. Төсек жинатып қояды, дастархан жинатып қояды. Дедовщина. Дедовщина кәдімгідей. Бітіресің, сосын шығасың деп ше. Он біткеннен кейін де шығармайды ғой, андай заданиялары көп шыға береді. Игра кальмара ғой үйде ше. Ананы істе деп. Сонда да төбелесіп шығып кететін. Әпке кешір деп андай. 2 жас дейтін почти құрдасыңдар ғой? Иә. Тетеу өсесің ғой 2 жаспен. Негізі қыз баласын нормал көрек қой. Бірақ әпкеммен бір төбелесіп өсесің, неге екен, иә? Сенде де болдың осындай? Иә, мен енді әпкем 93 жыл ғой, мен 98, мен қатты әлім келмейді. Сол енді бірақ енді төбелесіп тұратынбыз енді. Иә. Сендерде болған жоқ па? Қатты төбелесетін. Мен білемін енді бала кезде ғой төбелесесің ғой. Неден не нәрсе? Көп адамдар иә көп нелер. Бірақ енді қазіргі балалар төбелеспейді сияқты. Қазіргілер төбелесетін шығар. Бір үйде мінез 2 түрлі болады ғой. Қыз бала болса да, ұл бала болса да, сол үшін бір-біріне келмейді да, сонымен төбелесіп болады ғой. Ер жеткен кейін қыз әлің жетпейді ғой. Иә, сосын барып қана иә. Ұрып. Просто ол кезде бір андыр шығып жатады арқа жақта. Еще по-любому енді үйдегі қыз баласын істейді, сол әлім жетпейтін да. Тарақ тұратын айнаның алдында. Кішкентаймын ғой, енді қатты кішкентаймын ғой. Сөйтіп әлім жетпейтін білемін да, жүгіріп барам мен. Всегда төбелес басталған кезде уже айнаның алдына аман есен жетіп алсам, сол айнаның алдында тарақ тұрады, сол тарақты алғанда, короче, сонымен ұрам. Негізі қазір жақсы енді қыз баласына деген отношение. Қазір енді сол кезде походу бүкіл нені орындап тастадым да. Лимитті ше, қазір қыз баласын сыйлаймыз, құрметтейміз, ерекше жақсы көреміз деген қорытынды шығарасыз. Жақсы, мына оттегі. Әпке, иә? Біреудің айтқан айтып отыр. Өзің новый тақырып ойлап тапсың. Жоқ, ойлап тұрмын, мен тақырып сондай шығар деп. Әпке. Аға десе аға туралы. Әпке десе әпке туралы. Әпке дегеннен шығады. Әпке деген шығарма, басқаны машина туралы. Шығады, әпкеден шығады. Отан туралы айт. Андай отандастық. Жоқ, әпке дегеннен шығады. Не шығады? Папаның материал қарындастары всегда қатал болады, сондай бар. Кішкене. Иә, мен шымшитын. Иә, шымшитын, ұратын, тебетін. И бұрынғы кезде түсте ұйықтату деген тема бар еді, білесіздер ма? Соны өкінем неге ұйықтамадым. Қазір мысалы мені түсте ұйықтатса, мен қуанам. Сол ғой, неге ұйықтамағанбыз? Ол кезде білмеймін, как будто мен ол кісі ұйықтатайын десе, мен оны жауым көретін ғой. И толқын бар бағанағы, мен бар. Надира деген папамның ағасының қызы бар. И осы тағы біреу бар, құрдаспыз, 4-теміз примерно. Жасымыз келеді. Түсте ұйықтататын, короче, бізді. Ұрып тұрып. Қылғындырып ұйықтатып тастап, оятып алып, сөйтіп ұйықтататын ғой. Сөйтіп бір комната бар, холл. Бізді холлға кіргізеді да, сыртымыздан іледі, короче. Далаға шықпайсыңдар, күн қақап тұр.
төбелеріңнен өтіп Екінші комда конгресс прикинь. Иә. И сөйтеді да Конгресс. сонда не болды? Екеуіңе не болды? Сол ғой екеуі. Күбір әңгіме, иә. Сөйтіп бізді ұйықтататын всегда ұйықтайтынбыз. И біз бір лайфхак ойлап таптық. Бірінші этажда терезесі ашылады екен оның. И әпшеміз бізді іліп кетеді да болды, өзі де ұйықтайды. Получается, всегда келмейтін. Сөйтіп біз терезеден шығып, жалаң аяқ ойнап келетінбіз ғой, күннің ыстығында сонда, иә. Ойнап келіп, сол примерно 5-терде оятады, өзі шайға ше. Сол кезде келіп қайтып жататынбыз. Оттегі қай жерде, бұл жерде. Табанымыз қызады ғой жаңа. Сол оттегі. Қалай, нормально ма? Бір қиын ситуациядан шығарған кездер, болмаса үйдегілердің қолдауы, достардың қолдауы, туған туыс. Үйдегілердің қолдауы, мені, білмеймін, кейбіреулер айтады ғой. Ата-анам жайдарман ойнауға қарсы болды, қандай жүрсіме. Білмеймін, мені реально мені қолдаған үйдегілер ше. Мені, короче, 2014-те мен 67 бала алам НТ-дан. Үйдегілер айтады, Таразда оқисыз дейді. Таразда не істейсің Алматыда, тем более ешкімің жоқ. Сол менде андай білмеймін, Алла жүрекке салған ба, Алматыға барам, любой бір оқуға түссем болды. Сол жерде КВН ойнаймын, сонымен дальше бірдеңе болады деп. Сондай ой, жүрегімде сондай бар. Сосын ауылға постоянно бір жігіт келіп тұрады, менен бір жас үлкен, сол жігіт атуда оқыған. Оқиды, точнее. Сол постоянно демалысында келеді да, мен атуда оқимын деп көрсетеді, Алматыдағы суреттер. И мен болды атуға түсем деймін. Басқа ештеңе универ қараған жоқпын. Үйдегілерге айтамын, үйдегі жағдайда прям қатты күшті емес еді ол кездерде. Бірақ 67 тек платныйға жетті. Платныйға, иә. Сөйтемін да, ол кезде где-то 300 мың ба оқудың ақшасы сондай. 2014-те 300 мың деген нормальный ақша. Еще общаганың ақшасы бар, плюс жүріс-тұрысың бар. Үйдегілер бір сиырды сатып, мен оқуға түсіреді. И 4 жыл мен вообще жұмыс істемеймін. Атуда тек сол КВН ойнап жүре беремін ғой. Сабақта да дұрыс оқымаймын. Еще мен екінші курсымда летаға қалып қаламын ғой. Есімде 127 мың теңге сол кезде. 4 жыл бойы ата-ана қамтамасыз етіп отыр. Кәдімгідей 127 мың теңге летаға қалып кетемін. Сөйтіп кредит мен қайтып кетемін ауылға. Жүре беремін. Универден звондайды. Төлемесең, короче, сен екінші курсқа қайттан қалып кетесің деп. Үйдегілерге айта алмаймын, короче. Папам айттым, тосын. Сол кезде тағы летаның ақшасын беріп, короче, 4 жыл мен оқуымды төлеп берді. Жүріс-тұрысым жалпы вообще жұмыс істемегем. Киімі медин, телефоным айдына берді. Одан кейін тағы айтатын, диплом алдың ғой енді. Мен мамандығым мемлекеттік жергілікті басқару. Соңғы акиматқа кірсем. ГМО, иә? Иә, ГМО. Жоқ. Білмеймін, короче. Сценарий жазғым келеді, актер болғым келеді деп жүрдім. Сол кезде де вообще қарсылық білдірмей, кәдімгідей түсініп, осы күнге мен, по-моему, мен ойымша енді әуелі Алла, одан ата-анамыз ғой осылай неге жеткізген. Сол мен ойлаймын, қазір енді шығар мен үйіме көмектесіп, жағдайды реттеп деген сияқты, Аллаға шүкір. Бірақ осы уақытқа дейін бір где-то бір 9 жыл бойы ма мені кәдімгідей әке-шешем. Жалпы 9 жыл бойы емес, жалпы осы уақытқа дейін жүрген жүрісіміз бәрі әке-шешеміздің арқасы. Бірақ именно сол студенттік кезден осы шаққа дейін қамтамасыз етіп келген әке-шешем. Бірақ ешқандай бір реніш, ешқандай бір не болған жоқ, иә? Кәдімгідей мақтан тұтамын әке-шешем. Өте күшті негізі. Жаңа осы шығарылымның алдында да жаңа қыздар келген ғой. Олар да айтып жатыр. Жалпы кез келген адам үшін ең басты нәрсе ол үйдегілердің қолдауы да. Иә. Егер үйдегі ата-ана сенбей тұрса, ұрса берсе, болмаса басқа да бір кері тарта берсе, онда баланың да желаниясы кетіп қалады сияқты негізі. Иә. Жалғасы мысалы қазір қалыптасып келе жатыр ол үлкен тұлға ретінде. Бұйыртса үлкен бір жетістікке мысалы бәріміз жеткен кезде алғыс айтатын кісілер, ол кісілер де уже түсінетін сияқты да. Мен сенгенім, үмітім ақталды деген сияқты. Андай сияқты, жаңа айтып жатсың ғой. Ата-аналар қарсы болды үйдегі деп ше. Негізі жаман ата-ана болмайды ғой. Баласы өзі соған дейін апарған болуы мүмкін да. Сол кезге, сол деңгейге дейін сосын ата-анасы кішкене баласын аяп деген сияқты сөйтіп қарсы болатын кездер болады шығар. Бізде де ешкім біздің үйде
мен үйдің жалғыз баласымын ғой, вообще қарындасым да сестрам да ағам да жоқ, үйде жалғызбын. Ата анамыз ешқашан қарсы болмаған кез келген нәрсеге. Мен де платный оқығанмын. Барлық бірінші екінші курсын төлеп, таксиме ақша беріп солай істеген. И үшінші курстан бастап жұмыс істедім мен. Ертерек жұмыс істемегенсің. Официант болып істейді ғой, любой жігіт қыз болсын, қалаға оқуға түссе официант болып бастайды ғой. Негізі осы бір 4-ші курс бітіргенше, жарайды, диплом алғанша демей қойын. Үйден ақша алып отыру қаншалықты бір не деп ойлайсыңдар? Ят емес, дұрыс емес. Үйдің жағдайына байланысты не болса да енді. Бірақ енді жоқ, енді жағдай болып тұрса да. Баланы енді бала оқимын дейтін балаға оқыту керек негізі. Ыңғайын келтіріп, әйтеуір мықты бренд киіндірмесе де әйтеуір жыртық жамауына жеткізіп, қара нанын суын алып беріп, оқимын дейтін бала болса, сөйтіп акцент қойған дұрыс. Ал егер баланы өзі бүйтіп қуып, папа негізі мен мынандай болғым келеді, мау дейтін әңгіме болып жатса, өз күніңді өзің көр дейтін еркіндікке жүру керек деп ойлаймын. Сенің четкий бір планың болса балаға деген, соны да қанша ұстап тұру керек. Ал егер өзі дамысын десең жібересің ғой. Бірақ енді әке балаға сыншыл дейді, вообще ата-ана балаға сыншыл. Кейбір ата-аналар біледі өз баласының потенциалын. Сол кейде дұрыс айтатын шығар, бүйтпей қой, сөйтпей қой деп. Қуып тұрғанын түсінеді ғой, баласы қуып тұрады. Талай нәрселер болды, қуып үйге барып бүйтемін деген кезде. Балам қуып тұрсын дейді, сонымен. Окей. Гала, сен ана историяң бар ғой, суға кетіп бара жатқандағы құтқарған. Братан. Братаным оттегі бір өлімнен алып қойған. Сені ма? Иә, туған ағам. Біз Тараздамыз ғой, Талас өзені бар бізде. Талас өзені ағады, и бір күні Талас тартылып, ортасынан бір арал пайда болғанда, и екі ағыс, бір ағыс келеді, екіге бөлінеді, қайтадан барып тіреледі. Сол жердің астында, судың астында иірім пайда болған. Екі су соғылған кезде. Бізде Таразда пляж дейді, мост жақта пляж жаққа барып шомыламыз всегда. И соның астынан өткен адам, типа бізде андай ғой, еркек дейтін статусқа ие боласың. Егер анадан өтсем болады, районда нормальсың, короче, типа астынан өткен екен ғой кәдімгідей дейтін. Сөйтіп бір күні тоже бүйтіп ойда ештеңе жоқ, шомылып жүрдім да. Соның астынан өтіп кетемін. Өзімше уверен жинадым да, и бір кезде вроде жүзіп келе жатырмын, нормально жүзіп келе жатырмын. Бір кезде иірімге түскенін білемін. Денем бүйтіп жүзіп тұрмын, бірақ белім аяғым айналып кетіп жатыр судың астында. Бір орын айналып тұрмын ғой былай. Да ну өлім осындай ма не дейтін, кетші осындай күнім басыма туды ма не деген сияқты уже қабылдап жатырмын ситуация. Болды, күнім жетті ғой деп сөйтіп нетіп жатыр едім. Әлсіреп бара жатырмын, уже түсініп жатырмын, күш қалмай бара жатыр, ана ағысының күшті екенін біліп тұрмын. И бір кезде артымнан удар сезіледі. Сөйтсем артыма, короче, біреу тағы бір удар сезіледі, алға жылжып жатырмын. И бір кезде қолымды уже амалым жоғынан бүйтіп қолымды шығардым да, и біреудің ұстағанын сеземін да. Суырып алды. Қарасам ағам досы, и артынан тепкен ағам екен. Артынан кірген да, судың астына кірген да, тепкен ғой. Ағам шығып жылап тұр бозарып. Қорқып кеткен ғой, шокі ғой. Боқтап жатыр енді. Сен, блядь, немен түсесің бұның астына деп жаны ашып боқтап жатыр, жылап жатыр. Мен түк түсінбеймін. Досы қолымнан ұстап суырып алған. Сөйтіп больше түспе, осындай деп. Кейін келесі өліп қаласың бұл жерден. Сенің уровень емес, не твой уровень, дорогой деген сияқты. Бірақ соны астынан өттім, сөйтіп жаңағыдай қабылдады. Негізі бала кезде көп рисковать еткенбіз, ештеңе ойламайсың. Болмайтын нәрселерден, мосттан суға секіру. Ойбай. Бізде бір балада болған, мосттан суға секіру бар ғой. Ол кезде бір еще баспен секірсең, ол лейблы, короче, деңгейі жоғары болады. Аяқпен секірсең нормально деген. Бомбочка бар. Бір бала секіріп бара жатты да, саны, короче, темірге ілініп қалды. Секіріп бара жатыр, уже ауада тұр. Ілініп қалды да. Фурт. Короче, полностью. Сол айтайын дегенім, мосттан секірмеңіздер. Баяда. Жоқ, енді көп нәрсемен рисковать ете бергенбіз деймін да бала кезде. Не в тему нәрселер. Не үшін білесің ба? Анау қыстың күні. Ойбай. Қыстың күні машинаға жармасу дайчы. Ойбай. Автобустың артына жармасу дейді. Не деген жарместік бұл? Сондай рискован нәрселерді өте көп істегенбіз ғой, былай қарап тұрсың. Құдай мейірімді негізі. Біз талай нәрседен сақтап қалған. Мен баяда біз Тараздың өзінде тұрдық та, мен кішкентай күнімде мектепке бармай тұрып, Зеленый базар бар еді ғой. Жамбыл жабайып тұратын. Иә, паркке кететін көше бар, Бектұрғанова дейтін көше бар, білесіз ба? Сол жерде тұратынбыз бұрын. Көшенің аты қандай? Бектұрғанова. Бектұрғанова. Таразда ше көше атын білмейді екенмін. Зеленый базар жаққан ресторандардың атын айтасыз.
сөйтіп мен папам обедте үйге келеді, мамам базарда. Постоянно жаяу баратын базарға деп шығып кететін еді, жақын еді ғой. И обедте сестрам, ол екінші класста оқиды, бірінші класста, подружкасы екеуі базарға барып келе алады, короче. Мамаға барады да обед алып келеді, или обед алып береді. Сөйтіп папа маған қарап отырады, сестрам, подружкасы екеуі шығып кетеді. Мен арттарынан тығылып шығамын, короче. Тығылып шығамын деймін да, олар былай кетеді, мен деп кетіп қаламын ғой. Мен есімде жоқ қой. Даже көше білмеймін, ориентация жоқ қой. Кетіп бара жатқаным есімде. И басқа бір көше уже таппай потеря болып қалдым уже ше. Артыма қарасам, артымда уже басқа болып кеткен ұқсап кетті да. И ол кезде андай жиде семішке сатып отыратын апалар бар еді еще. Кәдімгі сондай ряд. Деп ұзын. И есімде, короче, бір цыган сияқты кісі ма, сол кісі кел бірдеңе деп қасына отырғызып қойды да, бутылка шай ма бірдеңе. И есімде жоқ қой дальше. Бірақ ана ситуацияны біліп тұрмын да, но дальше ештеңе есімде жоқ. И бір көзімді ашамын, короче. Андай китайский сумкалар бар андай. Соның ішінде жатырмын. Иә, ішінде бүйтіп ана есігін несін ашып қойған былай замогынша. Қойшы. Серьезно? Мен жатырмын, андай бүйтіп қаламын, шама жоқ деп ше. Спокойно. Басым шығармын, ана деп отыр қасындағы отырмын анан ше, мен ешқайда кете алмаймын, короче, ойындадым жоқ, қасында отырмын. Ешқайда кетпегенсіңдер. Сол жердесің. Иә, бір ұйықтап тұрғанмын ғой, короче. Кеш батқан уже бір уақытта ана уақытта көше көріп тұрмын ше, бір мент келе жатыр деп ше, деп прям бізге қарай келе жатыр деп. И артында біздің мамашка келе жатыр. Деп жылап ше, кешкен іздеген ғой, короче. И ана кісі, по-моему, мені сол кезде алып кетпекші болды ма, то ли сондай бірдеңе. Үлгермей қалды ма? Иә, үлгермей қалды. Бірақ енді шайге бірдеңе қосып берген болып тұр ғой. Сондай бірдеңе ма? Может, сен көшеде ұзақ жүріп күн ыстық болып не шаршап ұйықтап қалған. Мүмкін, иә, соны ұйықтап қалдым. Өйткені ол алып кететін болса тұрып кетіп қалу керек еді ғой. Ол кісіні бүйтіп кінәлап жатқаным жоқ, вообще ұйықтап қалдым деймін. Жоқ, енді кешкенің там шаруасын бітіріп, сразу бір атал алып кетемін деген ғой. Білмеймін ғой. Сумкаға не үшін салды? Екі бала жинайын деген шығар. Сумка толсын. Сумка толсын. Тағы екі бала сосын жүреміз. Сөйтіп сондай бір жоғалып кете жаздаған мен солай. Бұл жерде оттегі жоғалып кетсе. майы қызметкерлер, біздің участковый қызметкерлеріне қызмет. Рискованный заттар ғой жаңағыдай. Айтпашы. Мен үшін ең риск нәрсе айтайын ба? Бала кезімде мамам базарға барасың ғой, осы жерде тұр, ешқайда кетіп қалма дейді ғой. Біттің ғой. Иә, болды ғой сен. Жауапкершілік па? Иә, андай как будто жоғалып кететін сияқтысың ше. Осы жерде тұр десе болды, потерясын дірілдеп басасың. Мамашка еще артына қарамай кете беруші еді ғой. Иә, айтпашы. Саудаласып ше, бір қарасаң басқа біреудің қолына ұстап кетіп бара жататын ше. Бір оттеген андай болған, біз баяғыда ЧЗХ дейтін сондай скетч түсіріп жатырық. Ол кезде Анель ба? И Анельдің сахнасы андай болатын. Осындай команда где-то бір 100 метрдей жерде тұрды, андай дальный түсіріп жатыр, білмеймін. Талға, короче, ол пілдің киімін киіп алған да, талға бір асылып қалу керек, типа сатыға шығады. Неге жіпке мінеді, жіп үзіліп кетеді, короче. Жіпті кесіп қойған. И немен просто жіп андай кесіп қойған да ортасын. И аяғына скотч қоя салған деп ше. Чтоб андай көрініп тұрсын деп қосылған. Кәдімгі тартсаң үзіліп қалады. 3 рет соны тест шот жасайды, өтіп кетеді. Мотор болады, бәріміз қарап тұрып, сатыға шығады да, бүйтіп асылып та бір уақыт деп жатыр ғой анау. Анель ма? Иә. Аяғым істемей қалған ғой бүйтіп ана көріп адам асылып жатқан ғой. Бәрі жүгіреді, әрең дегенде құтқарып, мойны қиылып кетті кәдімгідей. Арқан ғой кәдімгідей. Ол шын арқан қойып қойды ма не істеді? Кәдімгі шын арқан еді ғой, просто ортасын кесіп тастағанбыз да былайынан. Тез үзіледі, салмақ түспей үзіліп кету керек. Тартсаң үзіліп қалады ғой резко. Сол сәтте Паплану сондай болған ғой, типа үзіліп қалу керек. Ана үзілмей қалады. Иә, жүрек деген кетіп қалды, бәрі құтқарып өйтпейді. Оказывается, анау изолента ғой. Мынаны бүйтіп жабыстырған, и ана тартқан кезде былайынан оралып кеткен ғой. Бір-біріне оралғанда ұсталып қалған ғой деп. Какой-то бір не. Оказывается, сондай именно сондай арқан мойнына салу пышақ дейтін, оказывается, өлімді тартады дейді ғой. Вообще ойнамау керек деп ше. Шақырады. Иә, шақырады. 1 сағаттай ма бәріміз бүйтіп үндемей бүйтіп отырып қалдық. Потеря болып қалды. Анелия қазіргі Калифорнияның жұбайы. Жаңағыдай
қорқынышты екен иә қатты қорқып кеткенбіз. Бұндай история миллионның гектарда өткенде бір съемкада болған историясын айтып беріп жатыр да. Мансардікі ма? Мансардың историясы ше. Болды бітті деп қанатта өткенде айтып беріп жатыр ғой. Жаңағы Жүздікхан соңғы сериясын түсіріп болды бітті деп бүкіл жерге сала бердік дейді да, стористі командаға да айта бердік дейді. Сонымен Мансар жаңағы бір заброшкада түсіріп жатқан ғой. Мансар бір жерге қараңғы ғой, енді қараңғана жер. Бізде оттегі фильм бір сахнасын сол жақ түсіргенбіз. Сөйтіп бара жатқан кезде бір жерді басайын деп қалды, артынан резко ұстап қалған бір адам. И свет жақып қараса, короче, астына полностью 4-ші этаждан басы. Лестница жоқ дәл. Лестница жоқ. Ну, тесік қой, короче. Анан бассак құлайды. Иә. Жігіттер, негізі оттегі фильмнің трейлерін көрдіңдер ме? Иә. Көрдіңдер ме? Мен көрдім, клип көрдім еще. Қалай? Қайран күнде. Оттегі енді өздерінің не күтіп тұрған сияқты. Мен бір көрермен ретінде қатты қуанатыным, қазір біздің Қазақстанда жалпы киноиндустрия өте күшті дамып келе жатыр ғой. Неше түрлі жанрлар, бір кездері тек комедия болып кетіп еді ғой. И барлығында сондай ой. Жоқ, шынымен де андай комедия болмаса кино өтпей қалып жатты ғой. Көрермен бармай сол. Ал қазір шүкір кәдімгідей и мен бір қуанатыным сол сіздердікі басқа жанр. Драма. Драма көп емес қой еще бізде. Соны әдемілеп әкеліп жатсыздар, качествосы бар. Трейлерінен көрініп тұр енді күшті деңгейдегі, жаңа деңгей. Сіздерге сенеміз. ТикТокта жылап кинодан шығып сондай эмоция білдіретіндер бар ғой. Бұйырса сондай кино болатын сияқты, иә. Асқар, сендер үлкен фильмге басқа да қандай жоспарлар бар? Иә, Құдай қаласа. Осы жылдың соңында деген мақсат бар. Сіздерде де сол жаңалық, Құдай қаласа үлкен кино. Жаңалық, иә, күзде үйленсем ба деп отырмын. Құдай қаласа. Мен де күзде. Төртеуміз де бойдақпыз айтпақшы. Құрметті Бойдағы. қазақ халқы 4 бойдақ отыр, если что. Дайректімізге жазыңыздар, мүмкін сөйлесіп қалармыз. Ой, алла, дайректімізге жазыңыз деп. Мен енді өзімді өткізуім керекпін, жігіттер енді сұрағым өтіп баратыр. Бұйырса үлкен экраннан көрейік, қолдаймыз. Бұйырса, Қолдап келгендеріңе көп рахмет. иә, сіздердің де киноларыңыз миллиардтап касса жинасын, көрерменнің көкірегінен, көңілінен ойып тұрып орын алсын. Қазақ киносын дамуына үлкен ат салысып жатқандарыңызға сіздерге рахмет. Тілеген дұға тілектеріңіз осы қасиетті Рамазан айында қабыл болып, киноларыңыз жақсы бір деңгейге жетсін. Жалғастан күшті естіледі екен, иә? Халықтың, жастардың ойына бір жақсы бір ой салатындай кино болсын да. Құдай қаласа. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Және де оттегі фильміне барыңыздар, көріңіздер, қолданыңыздар. Рахмет. Рахмет.